кез келген нәрсе шектен тыс көп болса, ол қоғамға, адамға зиян. Мысалы, біздің қоғамда шектен тыс көп нәрсенің бірі ол күлкі. Қалжыңға толы бағдарламалар, әзіл қалжың, шоулар, әнші актерлармен сұхбаттар, хи-хи-хи сахаха. 10-15 жылда соңғы бізде өте көп болды. Неге? Өйткені оған үкімет өте көп ақша бөлді. Жайдан жай деп ойлайсыз ба? Халық көңілді жүрсе екен, халқым деп ойлады дейсіз бе? Жоқ. Бұл ескі Қазақстанның және негізінде қағылып кеткен политика Назарбаевтың тұсында. Ал мен өзім 20 жасынан бастап республикалық арналарда жұмыс істеп бастаған қызбын. Кішкентай кезімнен келіп телеарнаға келіп жұмыс істедім. Сол уақытта жаспыз, түсінбейміз. Уақыт өте келе бағдарламалардың не үшін ақша бөлініп түсірілетінін түсіндім. Бірақ өзім ондайға үлес қоспауға тырыстым. Жақсы дүние жасауға тырыстым. Ұзын сөздің қысқасы, мемлекет неге ондай адамдар керек? Әзіл күлкіге отырып алған. Мысалы, міне осындай ұрпақты өсірген кім? Ол өзінен өз пайда болған жоқ. Ата-ананың да кінәсі, бірақ бұл үкіметтің қолдан тәрбиелеп шыққан жемісі. Неге ондай адам керек болды? Мысалы, 30 жыл билікке, қазір де мүмкін сол политика жалғасып жатқан шығар. Өйткені мұндай қоғамда неге мынадай заң қабылданып жатыр? Неге мен мысалы вакцина алмаймын, вакцина зиян деп петиция жаза ма жаңағыдай адамдар? Немесе солардың ата-аналары жаңағыдай адамдардың жазбайды. Неге осындай заң қабылданып жатыр? Неге бізде завод, фабрика жоқ деп парламенттің қасына келіп петиция жазып шыға ма? Мен көтерілуді айтып жатқан жоқпын, революцияны айтып жатқан жоқпын. Жай ғана біз қарсымыз деп үкіметке, парламентке келіп адамдар келе ме? Жоқ. 5-6 адам жүреді, осындай бір заң қабылданып жатыр деп бітті. Сонымен қояды. Яғни үкіметке осындай адам пайдалы, осындай қоғамның көп болған. Сондықтан да ойын-сауық бағдарламасына отырғызды әдейі. Мысалға 2015 жылы Дәурен Абаев, ескі Қазақстанның министрі, ақпарат министрі келіп, ұлттық арнада кезде мен жаңалық жүргізем, сонда тілек тілеп жатыр. Мен побольше развлекательных программ желаю телеканалу Казахстан дейді. Ал Қазақстан қара шаңырақ, ол республикалық арна, ол жерде ойын-сауық бағдарлама тіпті форматы да келмейді. Бірақ министр соны ұсынып тұр, неге? Бұл деген сөз халықты надан қылатын бағдарламаны көп түсіру деген сөз. Және сол кезде менің біраз әріптесім қоғам қол шапалақтап тұрды. Мен қол шапалақтаған жоқпын. Мен мұның түбі халықты құрту екенін түсіндім.